Баршаларыңызға қайырлы күн. Сіздермен бүгін талшын. Бүгін кез келген күрішпен жасасаңыздар да езілмейтін, бір-біріне жабыспайтын палаудың рецебімен бөлісетін боламын. Әр ас үй ханшайымның өзінің құпиясы болады негізі. Мен сол өзімнің әдісіммен бөлісейін деп шештім. Бізге қажет заттар осылай етті, сүйектерімізді осылай ортасынан бөліп аламыз қолдың көмегімен, және етімізді осылай орташа етіп турап алатын боламыз. Піскен соң майдалап турай береміз. Етіміз тұзды болғандықтан мен осылай алдын ала жуып суға салып қойдым. Палауымызды осылай екі түрлі сәбізбен жасаймыз. Сәбізіміздің сыртын барлығын тазалап ашып аламыз. Дәл солай пиязымыздың да сыртын тазалап ашимыз. Пиязымызды молырақ қосқанымыз дұрыс, өйткені палауымыз одан сайын дәмді болады. Солардың барлығын жуып, сәбізіміздің ортасынан бөліп, осылай ұзынша етіп тураймыз. Қатты майда етіп тураудың да қажеті жоқ, өйткені қуырылу барысында сәбізіміз жоқ болып кетуі де мүмкін. Осылай орташа етіп турағандарыңыз дұрыс. Және пиязымызды осылай орташа етіп турап дайындап алдым. Одан соң қызып тұрған кастрюлемізге бір кесе сұйық майымызды құямыз. Майымыз қызған соң осылай етімізді салып, қып-қызыл етіп қуырып алатын боламыз. Үстінен дайындап алған пиязымызды салып, алтын түске енгенше қуырып, жақсылап өлтіріп аламыз. Одан соң үстінен сәбізімізді салып, осылай өз майында жақсылап қақпағын жауып, қып-қызыл болғанша қуырамыз. Міне біздің етіміз бен сәбізіміз осылай алтын түске енгенше қуырдық. 10 минуттай қуырып алатын боламыз. Жақсылап араластырып, үстінен үлкен кесемен жарты кесе жылы су құйдым. Мұздай су құюдың қажеті жоқ, өйткені етіміз қатып қалады. Және ішінде барлығы бар, осылай дәмдеуішімізден салдым. Мейіз, куркума, зира, барлық дәмдеуіш осының ішінде барлығы бар. Кез келген дүкендерде сатылады. Және кептірілген чеснок қостым. Бұл да палауымызға өте жақсы дәм береді. Осылай жақсылап араластырып, қақпағын жауып қайнататын боламыз. Және осы аралықта мен титан күрішіне жасайтын боламын. Осылай жарты орта кесе күрішімізді алдын ала өлшеп, жуып, ыстық суға жібітіп қоямыз. Міне біздің суымыз осылай қайнап жатыр екен. Тұзын, барлық дәмдеуіштерін көреміз. Және жаңағы дайын болған күрішімізді салып, ешқандай да су құймаймыз. Жақсылап араластырып, ешқандай да қозғамаймыз. Осылай қақпағын жауып, астын баяу отта осылай пісіріп алатын боламыз. Міне біздің палауымыз осылай шықты. Шашпа палау болып шықты. Ешқандай арасы бір-біріне жабыспаған. Етімізді қазір барлығын үлкен бөлшектерін осылай салып алып, үстінен турайтын боламыз. Міне осылай палауымыздың барлығын тарелкамызға салып алдық, және үстінен әсемдік үшін аскөк пен пияз турадым. Қалауларыңызға қарай пияз турамасаңыздар да болады. Менің отбасыма өте қатты ұнады, өте дәмді болып шықты. Шашпа палау десек те болады. Сіздер де жасап отбасыларыңызды қуантыңыздар. Рецеп ұнаса менің YouTube каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңырау белгісін басып кетіңіздер.